келіпсіздер. Бүгінгі айтылатын тема қандай гүлге арналады? Пеперомия гүліне арналады. Бұл екінші сорты, білесіздер менде пеперомия гүлінің жапырақтан көбейту деген доғал пеперомия, жүрек гүлі деп атау берген пеперомия болған. Ендігі бүгінгі пеперомия менің канал сообществода картинкасын осы гүл кімде бар деп жазған болатынмын. Бүгін алып келген кезде сіздерге ерекшелігімен бөліскім келіп тұр. Не қараңыздар, бұны ютубта болмаса тағы да басқа жергілікті қолданатын атауы дөңгелек пеперомия, махаббат гүлі деп аталады. Мен доғал пеперомияға жүрек деген ат берген болсақ, осыған махаббат деген ат беруге болады. Енді оны өзі орыстар осылай атайды екен. Сонымен бүгінгі таныстырылуда бұның ерекшелігін міне қараңыздар, өзі алып келген кезде магазиннен осылай жапырағы түсіп қалыпты. Үйге келген кезде қараңыздар, бұл да бір плюс. Жапырағынан да көбейтіп көрейік, мынандай кішкентай горшокқа, және де осындай бір талы өздігінен түсіп қапты. Міне қараңыздар, қазір менің камерам анық болмай тұр, бір минут. Міне қараңыздар, осылайынан түсіп қапты. Енді қараңыздар, мына жақта жапырақтарының барлығы түсіп қалған болып есептеледі. Осындай, мына жақта көз сразу тамырлатуға қоюдың қажеті жоқ деп ойлаймын өзім, потому что бұл пеперомиялар ұзақ тамырлайды. Сразу құмға салуды жөн көріп тұрмын. Неге мен пеперомия гүліне қызығамын? Бұлар жағалап өсіп кете береді. Қабырғаны болсын, тағы да басқа осындай тұрғызып ағаш қойсаңыз да барлығын өсіп кете береді. Бұл бірінші ерекшелігі. Екінші ерекшелігі, жапырақтары өте плотны болады. Үшінші ерекшелігі, суын жапырағына жинайды да. Үшінші ерекшелігі, бұлар гүлдейді, бірақ гүлдеген кезде прям түрлі гүлдер ашпайды, бір қызық гүлдейді. Ұзын, мынандай ғана бір таяқшасын ашады да, осыдан майда бет жан жағына ғана гүлдеген кезде енді алдағы уақытта көрсететін боламын. Қазір отырғызу барысымен бөлісемін. Бұл бұрын магазинде қандай топырақта отырды, қазір қандай топыраққа отырғызамыз. Енді қараңыздар, мен қандай горшок таңдап тұрмын? Білесіздер, мен бірыңғай прозрачный горшок таңдаймын. Осындай 3/1 бөлшегіне керамзит таңдап алдым. Керамзитті алдын ала жуып алдым. Прозрачный горшок 2,5 литрдай шығып қалады. Қазіргі тұрған құмырасынан 2 есе үлкен. Енді бұл эксперимент болғалы тұр, бірақ та қорықпай 2 есе үлкен горшокқа отырғыза беріңіздер. Тез адаптация алып кетеді. Алдағы уақытта алдымыз қазір күз, яғни октябрь келатыр, отопление қосылатын уақытқа дейін 1 ай уақытымыз бар. 1 айда тамырлап үлгереді. Алдағы уақытта сіздерге результатымен көрсететін боламын. Енді қазір осындай бір өздеріңіздің қолайлы целлофандарыңызды алып, магазиннен бірінші алып келген кезде құмыра суарылып тұрсын, құрғақтай болсын, разница жоқ. Міне қараңыздар, енді желательно суарылып тұрған гүлді алып келуге болады. Совсем құрғақтай алып келетін болсаңыз, ол проблемный болады. Енді өзіңізге проблема болады әрине. Желательно осылай грунты суарылған алыңыздар. Міне қараңыздар, топырақ, торфты топырақ, яғни мына суды, влаганы өзінің бойына жинап отырады. Сосын екінші лайфхак, сіздерге магазиннен әкелгенде кез келген құмыраны қолыңызбен осылайынан бірінші жұмсартып, тамырларын алып босатып алыңыз. Тамырлары астына дейін шығып кетті, магазинде көрген болатынмын. Және астына шығып кеткен тамыры шіри бастапты. Сосын менің ойымша бұл гүлді қатты перелив жасап қойған секілді. Міне қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Жиегіне тиіп тұрған тамыры өскені әдемі, бірақ уже коричневый цветтен қарая бастаған. Қазір енді осыны босатамыз, қыздар, міне. Негізі бұны отроска ретінде алып барып, кішкене отырғызған сияқты, әрғалай тығып ше. Қазір енді шамамыз жеткенше барынша торфты универсальный топырақ екен, торфы көп. Міне қараңыздар, қазір барынша ылғал болып тұр, аккуратно, осылайынан ұқыптылықпен қолыңызды, саусағыңызды сала отыра, қай жерінен топырақ түседі, сол жеріне осылайынан топырақтың барлығын босатып алыңыздар. И одан кейінгі жағдайды тағы көре жатармыз.
Қараңыздар, бар алынған топырағы осы болды. Енді білесіздер, магазиннен алып келгеннен кейін мен кез келген гүлдің тамырын жуамын. Енді қазір жуғаннан кейін процесті көрсететін боламын. Міне қараңыздар, тамыры қылқанды болып келеді екен. Яғни доғал пеперомияға қараған кезде тамыры өте ұсақ. Міне қараңыздар, почти шіруге айналған. Бұл кішкене ақ свет болып тұру керек. Мынандай коричневый светтің барлығын қараңыздар. Енді тамыры өте аз болғандықтан мен қазір қиюды жөн көрмей тұрмын. Себебі қазір мынадан бір қиылған осы түсіп қалды. Және де мына жақтан осындай өзінің гүлін өсіріп келе жатыр жапырақтарын. Пеперомияның кез келген түрі бірінші жапырағын өсіргенде нәзік, жұмсақ қылып өсіреді. Мына жақта да солай. Көп срез және технический срездар жасалғаны көрініп тұр. Осындай горшокты, 2 есе горшокты ала беріңіздер дедім. 3/4 бөлігіне кез келген дренаж саламыз. Одан кейінгі қазір ауылдың универсальный топырағына мен мына жерде жұмыртқаның қабығы, одан кейін бананның қабығы, осындай енді перлит қостым және песок бар ішінде. Осындай ауылдың топырағына осы құрамдағы заттарды қосып жатырмын. Сосын тағы да сұраған кісілерге қоспай қойсаңыздар да болады. Огородтың борпылдақ көң қосылған қара шірікті әдемі универсальный топыраққа ұқсайтын топырақтарыңыз болса, тек қана сол топырақпен дренаж салып, болмаса салмай жасауға болады. Салмай жасауға болады, егер өзінің горшогынан 1 есе үлкен горшок болса ғана дренаж өзі магазиндегі сияқты астынан тас салмай салса болады. Тас салмай отырғызса болады. Ал егер өзінің горшогынан 2 есе үлкен горшокқа отырғызатын болсаңыздар, міндетті түрде 3/1 бөлшегіне дренаж салынады. Құмыраның размерімен, қыздар, онан салынатын топырақты және де дренаждың барлығын анықтап айтып кеттім. Енді отырғызып орналастырып бастаймыз. 3/1 бөлшегіне дренаж, 1 бөлшегіне топырақ. Яғни құмыраны сіздер 3-ке бөліп аласыздар. Қараңыздар, қыздар, 3/1 бөлшегіне дедім, яғни түсінбей жатсаңыздар, міне мынау құмыраны осылайынан көз мөлшерімен 3-ке бөліп аласыздар. Мына бөлшегінде құм, мына бөлшегінде дренаж тас, мына бөлшегінде тағы құм тұру керек. Бірақ осы 2 промежуток бөлшегінде тамыр орналасу керек, қыздар. Міне қараңыздар, 1 бөлшегіне салдық. Құмды енді тамырын орналастырып көреміз. Қаншалықты тамыры астына батып тұрады, қаншалықты гүл үстіне шығады, қаншалықты топырақ керек, осының барлығын асықпай орналастырып алыңыздар. Өстіп орналастырып аласыздар алдымен. Тамырын барлығын көресіздер. Не үшін прозрачный горшок деп жатсаңыздар, бірінші көріп жатқан кісілер болса, мен әрқашан отырғызған гүлімнің адаптация жасап үйіме алып кетуі үшін прозрачный горшоктарға отырғызам. Себебі тамырын наблюдать етіп тұру үшін. Гүлдің жайқалып өсуі ең бірінші очередте тамырына байланысты. Одан кейін сигнал сізге жапырақ гүлдерінен бере береді. Ары қарай осылай тамыры жақсы болды деп ойласаңыздар, енді мынау үшеу үш жаққа қарап тұратын шашырап өсетін гүл ғой. Мына жақтан біреусі осылай сынып қалып тұр. Негізі осылай үшеу үш жаққа қараушы еді. Осындай планмен алғанмын негізі. Тереңірек отырғыза берейік, себебі бір кустында осындай тамыр не болып тұр екен, жаңағыдай үстіңгі жағына шығып тұр екен, сол үшін. Ештеңе етпейді, енді топырақтары құйылып кетсе, себебі қазір суарамыз бұны, суару барысында. Осылайынан бұл пеперомияны тұрғызып қойсаңыздар да болады. Бұлай таяқ тақап тұрғызып қойсаңыздар да болады. Болмаса жайқалтып осылай тиіспеймін, ары қарай осылай жайылып өссеңіздер деп ойласаңыздар, онда олай да жасап қоюға болады.
көбірек осындай тұрғызып қою үшін ештеңе тірегіңіз келмесе, астына осылайынан кустының топырақ салсаңыз жеткілікті, тұрып тұрады да әдемі өсе береді. Осылай астыңғы бөлшектеріне топырақты көптеп үйінділеп салып жеріңіз. Сол кезде осылайынан өздігінен тұрып тұратын болады. И ағашқа осылайынан өрмелетіп, үлкен ағаштар әкеп, солай жасасаңыздар да болады. Пеперомия гүлінің бұл түрі қалай өзіңіз формировка жасайсыз, яғни формасын қалай келтіресіз, солай ары қарай адаптациялап кете береді. Міне үлкен мамочканы отырғызып болдық. Ендігі біздің кірісетін жұмысымыз жапырақтан көбейтіп көреміз. Пеперомияны негізі мен жапырақтан көбейту доғал пеперомияны көрсеткен болатынмын. Сондықтан мынандай өте үйіңізде кішкентай 0,5 баклажканы қиып жартылай астын тесіп, баклажка жасау мен әрбір видеомда көрсетіп жүрмін. Бір видеоларымды түртіп көріп, баклажка деген еміні көрсеңіздер болады. Осындай кішкентай магазинский иткін алдым. Дренажы бар, осылайынан отверстиялары бар, су, ауа жіберіп тұратын кислород. Өстіп топырақ толтырып аласыздар. Одан кейін белгілі бір жерге осылай жапырағын тығып қоясыздар. Енді одан кейін бізде мынандай куст қалды ғой. Осыны да ары қарай дамыту үшін, осы кішкентайға тез адаптация алып кету үшін құр ғана мына қолыңызбен нығымдап, бүйтіп қатты бүйтіп топырақты жасап алыңыздар, бүйтіп просто мынаны таға салыңыз болды. И бір таяқпен осылайынан тіреп қойыңыздар қыздар. Міне қараңыздар. Осындай бір үлкен таяқпен бір жапырақ, бір отростық пеперомия бір осылайынан тұра береді. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Кімде осындай пеперомия түрі бар, және күтімін қалай жасайсыздар, қалай көбейтесіздер. Менде 2 в 1 болып кетті, негізі көбейтуін басқалай көрсетейін дегенмін. Просто осылайынан сынып қалғаннан кейін сіздерге полезно болсын деп до конца көрсетіп жатырмын. Менде пеперомия, доғал пеперомияны менде бар, оны отросткасын алуат, жапырақтан қалай көбейту, отырғызу барысы барлығы бар. Алдағы уақытта сіздерге осы гүлдің гүлдеуін, және үлкен мамочка болып өсуін көрсетіп отыратын болам. Мен каналымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін алдымен басып алыңыздар. Кез келген осы видеоны көріп отырған кезде қандай ақпарат алдыңыздар, қандай ой түйдіңіздер, соның барлығын пікірге қалдыра берсеңіздер болады. Одан кейін сіздерге бұл гүлдің күтімін жайлы айтайын дедім, суарылуын айтайын дедім қыздар. Күн сүйгіш, күннің көзіне, тік түсетін күннің көзіне қоя берсеңіздер болады. Күнді жақсы көреді. Енді әзірі отырғызғаннан кейін бір 2 аптаға дейін прямой күн түсетін жерге қоймай тұра тұрыңыз. Көлеңке түсетін, бірақ жарығы молынан түсетін терезеңізге қоя тұрыңыз адаптация болғанша. Қазір сразу суарсаңыздар болады, болмаса 3-4 күннен кейін суарсаңыздар да болады. Аптасына 2 рет суарсаңыздар болады, егер осындай үлкен горшокта болса. Бірақ та оны да наблюдать ету керек. Негізі желательно аптасына 1 рет суарыңыздар. Осындай үлкен горшокта болатын болса, егер осындай кішкентай горшокта болатын болса, мына отросткасы мен жапырағын, онда бұны аптасына 3 рет суаруға болады. Ал мына үлкенді аптасына 1 рет қана суарасыздар. Сосын подкормканы, яғни витаминді суларды, әртүрлі витаминдерді қалай берсек болады дегенде чередовать етесіздер. Яғни 1 рет қарапайым қайнатылған, салқындатылған су болса, екіншінде банан су, үшіншінде қарапайым су болса, 4-шінде күріштің суы, 5-шінде қарапайым су болса, 6-шында уже картоп су деген сияқты әр ай сайын осындай чередовать етіп отырасыздар. Айына 1 рет подкормка беруге болады, яғни 1 айда 1 рет витаминді су құюыңызға болады. Болмаса магазинде сатылып келген витаминнің дозасын оқып, осы именно пеперомияға келетін магазиннің витамині болса, оны да чередовать етесіздер. Бірінің үстіне бірін ешқашан суаруға болмайды. Арасында жай ғана сулар алмасып тұруы қажет. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.